Менің ізденісім 2006 жылы басталған екен. Сол жылы жазда Оралда қаласындағы мемлекеттік архивке барып, Жұбан Молдағалиев туралы мәліметтер іздегенім бар еді. Ол іздеуімнің себебіне Жайсаң Ақбай өлкетанушы Оралда тұратын ақсақалдың Жұбан Молдағалиев туралы жазған мақалаларын оқығаным бар еді. Онда Жұбан Молдағалиев Қаратөбе ауданы Батпақкөл ауылында Киров колхозында мамандығы бойынша мал шаруашылығында жұмыс жасаған, мал маманы ретінде. Сол 1939 жылы Оралдың ветеринарлық техникумын бітіргеннен кейін осы жолдамаменен біздің ауылға, бұл уақытта Киров колхозы деп аталады, біздің Шона қазір ауылы, содан оңтүстік батысқа қарай Құрылыс деген елді мекенінде жұмыс жасаған екен. 7 шақырым өшеді. Ол өзінің негізгі орналасқан үйі Берқайыр Аманшиннің 30 шақырым жердегі үйі бар екен. Сонда таныс арқылы бұлар содан келіп жұмыс жасаған екен. Әр жағында 30 шақырым Жаманқұдық деген елді мекен. Ол Тайпақ ауданына қарайды. Содан келіп жұмыс жасаған. Енді Шағынқара мақаласында Жайсаң Ақбай сол Батпақкөлде Құрылыс елді мекенінде жұмыс жасап жүріп, Ұлы Отан соғысына аттанып кетті деген жері бар екен. Бұл енді деректер кітапханаларда, өзінің атындағы Орал қаласындағы кітапханада толық мәлімет болуы мүмкін. Бізге менің қолыма жеткені сол болды. Енді мына біздің ауылда Берқайыр Аманшин атындағы типтік жобадағы мектеп салынды 2008 жылы. Ол уақытта ауданымыздың әкімі Арман Өтеғұлов деген азамат еді. Сол кісіге мен аяқтай барып, ескі мектеп төбесі түсіп тұр, мынау топырағы үгіліп, оқушылардың үстіне түсіп, түрлі насекомдар бар. Өте ескі, бізге бір мектеп салуға керек болып тұр, сіздің көмегіңіз деп сұрап барғанымда, ол кісі біраз ойланып, сол мектеп жөнінде қиналды. Сосын айттым, біздің ауыл, Шона ауылы кезінде Берқайыр Аманшиннің атақты ақын туған жері. Жұбан Молдағалиевтің алғашқы еңбек жолын бастаған жері осы біздің ауыл болатын. Сондықтан екі кісінің де енді есімі сол біздің ауылда аталды басталу баста. Сондықтан екі кісінің құрметіне ең болмағанда мектепке бір оң көзқарас жасаған дұрыс қой дедім. Содан барып ол кісі үлкен кісі мектеп салынады дейді. Сөйтіп 2008 жылы сол Жұбан Молдағалиевтің есімі, Берқайыр Аманшиннің есімі аталғасында азда болса кішкене септігі болған бұлар. Мектеп салынып, қазір оқушыларымыз да, мұғалімдеріміз де бәрі сол мектепте жылы, жарық, кең мектепте жұмыс жасап жатыр. 2008 жылы декабрьдің 19 күні сол уақытта облыс әкімі Бақтықожа Исмұхамбетов келіп өзі ашып кетті. Сәлеметпен қолын. Содан бері қарай біз сол мектепте жұмыс жасап жатыр, ауылдың балалары оқып жатыр. Бұл бір ғана эпизод қой. Сондықтан біз Жұбан Молдағалиевтің есімін әр уақытта еске аламыз. Ол кісілердің Аманшиннің да өзінің еңбектері бар.